Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Өте дәмді, керемет самса түйудің 8 тәсілін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Салмасына фарш, пияз, картоп қосып, тұз, бұрыш, зіре қосып, дәмін келтіріп аламыз. Зіренің дәмі, достар, өте керемет шығады самсада. Дайын қатпарлы қамырымды бөліктерге бөліп домалатып аламын. Сосын домалатып жайып самса түйуді көрсетемін. Менің арнамда қатпарлы қамырдың видеосы бар, содан көрсеңіздер болады. Осылай домалатып қатпарлы екенін көрсетіп тұрмын. Міне. Самса түйудің бірінші тәсілін көрсетіп жатырмын. Гүл сияқты ол осылай түйіледі. Екінші тәсілі тюльпан гүл сияқты ол осылай. Бір-екі түйу тәсілін қайталап көрсетіп жатырмын, достар. Үшінші тәсіл өру. Міне әдемі бұл өрілді. Төртінші тәсілде өру болады. Бесінші тәсіл өзіміздің қарапайым үшбұрышты түйу. Алтыншы тәсіл домалақтатып түйу. Жетінші тәсілде домалақтатып өріп түйу саналады. Осылай біріктіріп аласыздар. Жетінші тәсіл үшбұрышты етіп. Дайын болды. Жұмыртқамыздың сарысын бетіне жағып, осылай әдемілеп 180 градуста пісіріп аламыз пеште. Дайын болған самсамыз өте қатпарлы, дәмі қышырлап тұратындай тәтті самса шықты. Менің самсаларым ұнаса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алда көптеген рецептер шығады. Жасап көріңіздер осындай самса. Ас болсын.